Ассалаумағалейкум ағайын. Менің атым Нұрлан болады. Мен өзім осы Алматы тұрғынымын. Енді мына құлақтың ауру жайында айтсақ, жылдан жылға адамның жасы келген сайын, кәртейген сайын жаңғыз құлақ емес, бүкіл дене мүшелерінің бәрі, клеткалар кәртейіп бастайды. Құлақ та сол сияқты нашар естіп, жақсы естімей, құлағың чыңылдап, кейде құлағың шаншып, жаңағы біреу бірдеңкені ақылын айтып қалса естімей қалып, түнде ұйықтағанда құлағың шыңылдап, құлақтың түбінен біреу ысқырып тұрғандай сондай әсер береді. Сонымен ана врачқа бардық, мына врачқа бардық, анау бір дәрі жазып береді, мынау бір дәрі жазып береді. Ойбай укол сал деді, ойбай мына дәріні іш деді. Бірақ сонша дәріден, сонша ем жасағанмен айтарлықтай өзгеріс болмады. Содан сол өзіммен құрдас бір қария бар еді, сол айтты. Отахилс деген бір дәріні ішіп, содан бері құлағым жақсы болды. Сол дәріні тауып іш деді. Содан аптека барып сұрастырып, сол дәріні алып, міне 1,5 ай, 2 айда іштім. Содан бері жаңағы шуыл да кетті, құлағым жақсы еститін болды, көңілім көтерілді, жаңағы давление бәрі орнына түсті. Сондай жақсы сезініп, Отахилс өнімінің өте пайдалы екенін ұқтым. Жалғыз өзім емес, құлақ ауырған барлық адамдарға осы Отахилс өнімін пайдалануға кеңес беремін. Ауырмаңыздар, сау болыңыздар.